Әже, сен бірге жүрсің меніменен, өліге мен өзіңді телімегем. Ақ кимешек киген бір кемпір көрсем, ақ кимешек астынан сені көрем, деп жырлаған ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың сөздерінен қазақ әйелінің ажырамас бір бөлігі кимешек екенін байқаймыз. Кимешек біздің абзал аналарымыздың ұлттық бас киімі. Қазақ әйелдерінің пәктігінің символы да осы кимешек. Осыдан 2000 жыл бұрын Алтайдан басталған түрік мәдениеті бізге балбал тастарда белгі қалдырған. Соның ішінде әйел мүсіндерінің иконографиялық ерекшелігі олардың бас киімдері. Оларға сәукелеге ұқсас үшкіл бас киім, кимешек, тақия, шалма сияқты бас киім тас мүсіндерінде анық сипатталады. Суреттеліп отырған бас киімдердің түрлері дәстүрлі түркі әйелдері киімдерінің қатарына жатады. Кимешек қазақ әйелдерінің әдемілігін арттырып, ажарын ашатын киелі бас киімі. Оның түрлері тігілуі мен әшекейіне қарай аймақтық рулық ерекшеліктерге ие, сан алуан сипатта кездеседі. Әдетте кимешек ақ матадан немесе ақ жібектен молдау пішіліп, адамның басын, иығын, кеудесі мен жауырынын жауып тұрады. Бұл бізге қазақ әйелінің имандылығын, тазалығын көрсетеді. Кимешекке қарап, әйелдердің шырайын, жас мөлшерін, тұрмыс жайын, тіпті жүріс-тұрысына дейін анық ажыратып алуға болады екен. Кимешектің тігілу технологиясы, әшекейленуі өзі бір өнер болып табылады. Мемлекеттік Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейінің қорында сақталатын кимешектердің сан алуан түрі соған дәлел. Кимешектің екті айнала, маңдайды жауып тұратын екі жағын шықшыт, алдын жақ деп атайды. Оны қол кестесімен кестелейді. Тек адамның бет әлпеті ашық тұратын жері ойық болады. Ойықтың екі жағы кеудеге келер тұсы кестеленіп әшекеленеді. Жылтыр жіптермен бастырылып сырла тігіледі. Ал ойықтың жиегін өңді жіппен шалып тігеді. Мұны алқым шалу дейді. Кимешектің кеудедегі бөлігінің ұшына күміс теңгелер тағылады. Бұл кимешекке сән береді, әрі төмен қарай басып жазылып тұруға әсер етеді. Кимешекке жеткенше, әйел баласы бірнеше кезеңдерден өтіп, әр түрлі бас киім киіп, бастың өзін бастықтыруы қажет. Айталық, сәби қыз дүниеге келгеннен бастап, сылау тақия, сырма тақия, көз моншақты тақия кисе, ал балауса қыздарға маңдайын кестелеген шыт байлама таққызады. Бойжеткендер маржандаған кепеш, топы, үкілі тақия, немесе қалыңдықтар, қарқаралы бөрік, сәукеле мен қасаба киген. Келін болып түскенде үстіне салы жамылған. Бір балалы болғанша салы байлауыш байлап жүрген. Тұңғышы ширап, қатая бастағанда сәндеп тігілген кимешек кигізген. Екінші баласын туғаннан кейін кимешектің үстінен шылауыш байлайды. Яғни, жасының мөлшері артқан сайын әйел адам етегін жинап, өзінің абыройын артқанын көрсете түскенін байқаймыз. Кимешектің қазақ рулары мен тайпаларының өзгеше болуына байланысты әр түрлі үлгілері болады. Кестесіне қарай кимешек қызыл жақ, сары жақ, ақ жақ деп үшке бөлінеді. Ақ жақты қарт әжелер, қызыл жақты келіншектер, сары жақты жастар киеді. Сондай-ақ кимешектің көне түрі орама кимешекті Ақмола қазақтары 20 ғасырдың 20-30 жылдарына дейін киген. Оның ерекшелігі тігілмей, пішілген мата кесегін басқа тартып кигізген. Келесі бір түрі матаның тұтас кесегінен пішіліп, бірақ тігіспен тігілетін болған түрі Омбы, Атбасар, Әулиеата өңірлерінің теріскейінде және оңтүстіктегі қоңыраттарда сақталған. Солтүстік және орталық Қазақстанда кимешектердің алдыңғы жағы трапеция немесе үшкірленіп пішіліп,
жоғарғы бөлігінде бетке орын қалдырған. Шығыс Қазақстандағы кимешектер құйрық бөлігі қысқалау, алдыңғы жағы жоғарғы бұрыштары қиғаш келген төртбұрыш секілді болған. Сырдария бойында бөлек бүрмелі кимешек түрі болған. Оның алдыңғы жағы тура бұрышталып пішілген. Оңтүстік қазақ әйелдерінде кеңінен тараған кимешек түрі ұзыннан екіге бүктеліп пішілген және мата кесегінен жасалатын болған. Көп тараған түрі мұнара тектес болған. Ол үшін бүкіл мата біртіндеп басқа оралып, ұштары орам арасына кіргізіледі. Қазіргі біздің заманда киелі кимешек қадірі кеткендіктен, мезгілі өткендіктен емес, қиын, аласапыран жылдарда ғайып болды. Ұзақ жылдар бойымыздан кетсе де, ойымыздан өшпеген ақ кимешек мезгілін күтіп, айдынын аңсап жеткен құстай ақ түлеумен қайта оралды. Мемлекеттік Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейінде әдемі кимешек түрлерін көре отырып, тарихымызға үңіле түсесіз. Кимешек қастерлі, ел арасынан үзілмей келе жатқан асыл мұрамыздың бірі. Әйел адамның бойындағы иманы, инабаты, қорғаны, бет жүздігі, талғамы, дәрежесі мен мәртебесі. Әркім өз келбетін сақтауға ұмтылып жатқан жаһандану кезеңінде сәні мен мәні астасқан асыл мұрамыз салтанатты кимешек ұлтымыздың қастерлі қазынасы ретінде сөздік қорымызға, өмірімізге еркін еніп, ерекше назар аударуға лайықты төл туындымыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Мемлекеттік Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейінің қор сақтау бөлімінің сектор жетекшісі Абирова Бейбіткүл Әженқызы.